Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 11-ші сабақты өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыз үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Үш таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдерін қолдана отырып, есеп шығарамыз және түсінеміз. Бірінші есепке қарайық. Мәтінді оқы. Егер қыраттың салыстырмалы түрдегі биіктігі 200 метрден асса, жақсы айқындалған баурайы мен етегі болса, онда ол тау деп есептеледі. Тауларды биіктігіне қарай аласа, орташа және биік деп ажыратады. Аласа таулардың биіктігі 1000 метрге дейін барады. Мысалы, Қазақстандағы аласа таулар Мұғалжар, Үлкен Бақтыбай 657 метр, Маңғыстау таулары Бесшоқы 556 метр. Мәтінде саған қандай сандар кездесті? Оларды кему ретімен ата, әрбір санда неше жүздік бар? Яғни бірінші есепте бізде берілген мәтіннің ішінен сандарды көреміз. Жүздік сандар берілген 1000-ға дейін. Енді соларды теріп жазып аламыз. Бізде 200 саны, 1000 саны, 657 саны, 556 саны кездесті. Енді осыларды кему ретімен жазатын болсақ, бірінші ең үлкенін жазамыз. 1000, одан кейін төменге қарай кему ретімен жазуымыз керек. 657, 556, 200 саны. Енді осы сандардың ішінде қанша жүздік бар, соны жазуымыз керек. 1000 санының ішінде 10 жүздік бар. 657 санының ішінде бізде жүздігі 6, сондықтан 6 жүздік бар екен. 556 санының ішінде 5 жүздік бар. 200 санының ішінде 2 жүздік бар. Келесі бізде екінші есептеудің қалай орындалғанына қара дейді. Бізде А есебі, бізде берілген есебімізді баған түрінде жазуымыз керек, баған түрінде шығаруымыз керек. Баған түрінде ең бірінші заңдылық бізде бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздік міндетті түрде жазылу керек. Осылай рет-ретімен және жауабы да солай жазылады. Ең бірінші біз бірліктерді қосып бастаймыз. Яғни біз 3 қосу 7 тең 0. 0-ді жаздық өзінің астына. Бізде 3 қосу 7. Яғни бізде 10 0-ін жаздық. Бірін міне ондықтың үстіне жібердік. 1 ондық, яғни бізде 1 ондық. Енді қосамыз. 7 қосу 2 9. Ойдағы 1-мен 10 болады. 0-ді жаздық. Енді бірін жүздікке жібереміз. Жүздіктің үстіне жазып қоямыз. 7 қосу 2 9. Ойдағы мен 10. 10-ның өзін қоямыз. Сонда 1000 шықты. Келесі бізде екінші есептің нұсқасына қараймыз. Бұл жерде азайту амалы берілген. Енді бізде 1000 азайту 727. Яғни азайтуды да баған түрінде шығарамыз және бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздіктің астына жүздікті жазып аламыз. Енді бізде 0-ден 7-ні азайта алмаймыз. 0-ден 7-ні азайта алмаймыз. Сондықтан бізде мына 1000-дықтан көмекке барады. Яғни біз бірлікті азайтқан кезде 10 деп аламыз. Бізге сол дұрыс болады. Көмекке мына 1000-дықтан көмекке барады да, бізде бірлігі 10 болады. 10-нан 7-ні алсақ 3, 9, ондығы 9, жүздігі 9 болады. Сонда 9-дан 2-ні алсақ 7, 9-дан 0-ді алсақ, 9-дан 7-ні алсақ 2 болады. Сонда бізде азайтудың мәні 273-ке тең болады. Үшінші есеп. Есептеп, досың екеуің бір-біріңді тексер. Яғни бізде өрнектер берілген.
баған түрінде шығарамыз. 345 қосу 655. 5-ке 5 қоссақ 0, 10, яғни 0 жазып бір ойда. 4-ке 5 қоссақ 9, ойдағымен 10, бір ойда. 3-ке 6-ны қоссақ 9, ойдағымен 10. Яғни бізде 1000 саны шықты. Енді осы есептің барлығын баған түрінде шығарамыз және кері есеп бойынша тексереміз. Яғни бізде жауабы 1000 шықты. 1000 қосу амалы біз азайту амалымен тексереміз. 655. Мыңдықтан көмекке барады. 9, 9, 10. 10-нан 5 алсақ 5, 9-дан 5 алсақ 4, 9-дан 6-ны алсақ 3, 345. Яғни есебіміз дұрыс. Келесі бізде 1000 саны. Азайтамыз 218. Көмекке жібереді. 9, 9, 10 болады. 10-нан 8 алсақ 2, 9-дан 1 алсақ 8, 9-дан 2-ні алсақ бізде 7. 782. Бізде есеп дұрыс екен. Келесі есеп бізде 1000 азайту 334. Көмекке барады. 9, 9, 10. 10-нан 4 алсақ 6. 9-дан 3-ті алсақ 6. 9-дан 3-ті алсақ 6. 666. Яғни есебіміз дұрыс екен. Келесі бізде 355. 355 қосу амалымен тексереміз. 645. 5-ке 5 қоссақ 10, бір ойда. 5-ке 4-ті қоссақ 9, ойдағымен 10, бір ойда. 3-ке 6-ны қоссақ 9, ойдағымен 10. Есебіміз дұрыс. Енді бізде 633. 633 қосумен тексереміз. 600. Жоқ, 600 емес бізде. 633 қосу 367. 367. 7-ке 3-ті қоссақ 10, бір ойда. 6-ға 3-ті қоссақ 9, ойдағымен 10, бір ойда. 6-ға 3-ті қоссақ 9, ойдағымен 10. Яғни 1000. Есебіміз дұрыс екен. Келесі бізде 557. 557 қосу 443. 3-ке 7-ні қоссақ 10, бір ойда. 5-ке 4-ті қоссақ 9, ойдағымен 10, бір ойда. 4-ке 5-ті қоссақ 9, ойдағымен 10. Есебіміз 1000 шықты. Есебіміз дұрыс екен. Енді бізде 1000 саны. Азайту амалымен тексереміз. 198. Көмекке барады. 9, 9, 10 болады. 10-нан 2-ні алсақ 8 алсақ 2, 9-дан 9 алсақ 0, 9-дан 1-ті алсақ 8, яғни 802. Дұрыс. 900 жоқ бізде. Келесі есебіміз 534 деп аламыз. 534 қосамыз 399-да. 4-ке 9-ды қоссақ 13, бір ойда. 9-ға 3-ті қоссақ 12, ойдағымен 13, бір ойда. 5-ке 3-ті қоссақ 8, ойдағымен 9, 933. Яғни бізде есеп дұрыс.
Келесі есеп бізде 112. 112 қосу 8, 8, 8. 8-ге 2-ні қоссақ 10, бір ойда. 8-ге 1-ді қоссақ 9, ойдағы мен 10, бір ойда. 8-ге 1-ді қоссақ 9, ойдағы мен 10, яғни 1000 екен. Есебіміз дұрыс. Осылай кері амалымен тексеріп аламыз. Төртінші есеп кесте бойынша өрнектер құрып, олардың мәнін табыңдар. Қосылғышы бірінші есепке қарайық. Қосылғыш бізде 70 пен 30-дың қосындысына 60-ты қосамыз. Яғни біз 70 пен 30-ды жақшаға аламыз. Қосамыз 60-ты. 70 пен 30-дың қосындысы бізде 100 болады. Қосамыз 60-ты. 160 шықты. Одан кейінгіге қараймыз. Кестедегі 200 пен 200-дың қосындысын, яғни жақшаға алып жаздық. 360 азайту 80-ді жақшаға алып жазамыз. Шыққан сандарын қосамыз. 200 қосу 200 бізде 400. 360 азайту 80 бізде 280. Екеуін қосқан кезде жауабы 680 шығады. Енді үшіншісін шығарайық. 192 азайту 6-ның мәнін 250-ге қосамыз. Яғни біз жазамыз 192 азайту 6 қосу 250 тең 192-ден азайтамыз 6-ны, бізде 186 қосу 250 тең бізде 436 шықты. Келесі бізде 5-ші есеп. Ғалымдар Балқаш көлінің түбін зерттеді. Бірінші күні олар көлдің 276 метрін, ал екінші күні одан 185 метр артық зерттеді. Олар 2 күнде көлдің қанша метрін зерттеді? Берілген жазамыз. Бірінші күні олар 276 метрін зерттеді. Екінші күні белгісіз, бірақ 185 метр артық зерттеді. Және олар 2 күнде жалпы барлығы қанша метр зерттегенін табуымыз керек. Яғни 276-ға қосамыз 185-ті. 276 қосу 185, 461 метр. Бұл екінші күнде. Екінші күні зерттеген. Енді біз 276 қосу 461. Бірінші күні 276 метр, екінші күні 461 метр зерттеген. Енді 2 күнде барлығы 737 метр зерттеген. Олар 2 күнде көлдің 737 метрін зерттеді. Біздің жауабымыз. 6-шы есепке қарайық. Қай сан қалдырылған дейді бізде. 4-ті көбейтеміз 5-ке тең 20. Сонда бізде 20 бөлу 5 тең 4. Келесі бізде 3-ті көбейтеміз 5-ке тең 15. Сонда 15 бөлу 5 тең 3. 8 көбейту 5 40 болады. Жазамыз. 8 көбейту 5 тең 40. Келесі бізде 35 саны берілген. Яғни 5-ті 7-ге көбейтсек 35 шығады. Сонда жазамыз. 35 бөлу 5 тең 7. Келесі бізде 6 бөлу 3, яғни жоқ, бұлай жазбаймыз.
Мына жерге 6-ны жазамыз. 6 бөлі 3 тең 2. Ал біз 2 көбейту 3 тең 6. 27 бөлі 3 тең 9. 27 бөлі 3 тең 9. Так, біз мына жерге 15 бөлі 3 тең 5 шығады. 5 көбейту 3 тең 15. 9 бөлі 3 3. 9 бөлі 3 тең 3. 24 бөлі 4 6 жазамыз. 24 бөлі 4 тең 6. 32 бөлі 4 тең 8. 8 көбейту 4 тең 32. 36 бөлі 4. 36 бөлі 4 тең 9 болады. 36 бөлі 4 тең 9. Так, мына жерде 7-ні 4-ке көбейтсек, бізде 28. 28 бөлі 4 бізде 7 шығады. Яғни 7 көбейту 4 тең 28. Енді келесі 5 көбейту 2 бізде 10 шығады. 5 көбейту 2 тең 10 шығады. 7 көбейту 2 14 шығады. Яғни 14 бөлі 7 тең 14 бөлі 2 тең 7. 9-ды 2-ге көбейтсек 18. 9 көбейту 2 тең 18. Енді мына жерде бізде қандай санды көбейткенде 2-ге 12 шығу керек. 6 көбейту 2 12. Сонда 12 бөлі 2 тең 6. 7-ші есепті шығарайық. Амалдарды орындау тәртібін анықта және есепте. Бізде бірінші жақшаның ішін орындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші. Яғни жақшаның ішін орындаймыз. Бірінші, екінші, үшінші. Міне 540 азайту 80. Бірінші, екінші, үшінші. Сонда бізде есептің жауабы 570. Екінші есепте жақшаның ішін бірінші орындаймыз. Бірінші, екінші жақша екінші және үшінші. Міне есепті баған түрінде есептеп шығардым. Бірінші, екінші, үшінші. Мына жерде біз бірінші жақшаның іші бірінші, екінші, үшінші орындаймыз. Жақшаның іші 860 азайту 660. Міне бірінші жауабы 200 шықты. Екінші 320-ға 200-ді қостым. Екінші есеп жауабы 520 шықты. 520-ға 120-ны қостым. Жауабы 640 шықты. Үшінші шығардық, сонда бізде жауабы 640 шықты. Төртінші есепте бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. Екінші сыртында қайсысы бірінші тұр, соны орындаймыз. Үшінші соңғысын орындаймыз. Яғни біз жақшаның іші 210 азайту 110 бірінші шығардық. Енді жақшаның ішінен шыққан жауапты алдында тұрған 1000 санынан азайттық. Яғни 1000-нан 100-ді азайтқан кезде 900 шықты. Екінші шығардық. 900-ге қосамыз 30-ды. 930 шықты. Бізде бұл үшінші. Яғни есебіміз осылай шығарды. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық.